Dear colleagues, Құрметті әріптестер, менің соңғы бейне үндеуім 3 апта бұрын шыққан сәттен бері жағдай айтарлықтай өзгерді. Қазіргі таңда Қазақстанда 50-ден астам коронавирусты жұқтыру жағдайы тіркеліп, елдің 2 ірі қаласы карантинге жабылды. Жағдай қиын екен. Дереу бас сауға алайық онда. Максим, бұл өте жаман идея. Керісінше, біз коронавирустың таралуының алдын алу жөніндегі шараларды одан сайын күшейтуіміз қажет. Неге екенін қазір айтып өтем. Өткен 2 апта ішінде COVID-19 індеті коронавирус өршіп тұрған елдерден Нұр-Сұлтан мен Алматы қалалары арқылы елге жетті. Коронавирусты Қазақстанға басқа елдерде жұқтырып алған, елге қайтып оралған адамдар алып келді. Мемлекеттік билік бұл адамдарды анықтап, оқшаулау үшін қолынан келгеннің барлығын жасап отыр. COVID-19 індетін жұқтырған адамдар оқшауланса, басқаларға жұқтырмайтын болады. Бірақ оларды анықтау оңайға түспесі анық. COVID-19 індетін жұқтырған кейбір адамдарда бұл вирусқа тән симптомдар өте жеңіл болуы мүмкін. Сол себепті олар мұны елемей, жұмысқа келуі де ықтимал. Бірақ олар олай істемеу керек қой. Осылайша вирус таралып, жұқтырудың жергілікті ошақтарын қалыптастыруы мүмкін. Содан кейін вирус жергілікті жұқтыру ошақтарының шекарасынан шығып, елді мекендерге таралады. Індет таралған сайын ауруды жұқтырғандар саны да арта түседі. Инфекцияны жұқтырғаннан кейін адам ағзасы бұл ауруға қарсы иммунитетті дамытады. Адамдардың ауруға қарсы иммунитеті дамыған сайын, әрине жұқтырудың жаңа жағдайлардың саны азаяды. Сонымен мәселе неде? Мәселе вирустың жылдам таралуында. Кейбір адамдарда ауру симптомдары жеңіл болса, басқаларында ентікпе сияқты ауыр симптомдар дамуы мүмкін, және олар ауруханада емдеуді қажет етеді. Егер осы санаттағы адамдар бір мезгілде ауырып қалса, онда біздің ауруханаларымыз толып кетуі мүмкін. Бізде барлығына тиісті емді қамтамасыз ету үшін құрал-жабдықтар мен дәрігерлердің қажетті саны жеткіліксіз болады. Нәтижесінде қайтыс болғандардың саны көбейе түседі. Бұдан басқа қандай шараларды жүзеге асыруға болады? Егер біз вирустың таралу жылдамдығын бәсеңдете алсақ, онда вирусты жұқтыру жағдайлар санының өсуі баяулап, коронавирус ауруының өршу кезеңі кейінірек басталуы мүмкін. Аурудың өршуі төмен болса, біздің ауруханаларымызға шамадан тыс ауыртпалық түспейді. Есесіне дәрігерлер мен медбикелер көп адамды құтқара алады. Аурудың өршу кезеңі баяу басталса, ауруханалардың дайындығына, яғни медициналық құрал-жабдықтардың, дәрі-дәрмектердің және жеке қорғаныс құралдарының қорын жеткілікті етіп толықтыруға уақытымыз болады. Біз оған қалай қол жеткізе аламыз? Бұл үшін өзіңізді және басқаларды коронавирустан қорғау керек. Мен алдыңғы бейне үндеуімде айтып өткендей, мынадай талаптарды қатаң орындаңыз. Қолыңызды сабынмен сабындап, сумен жиі жуыңыз. Көздеріңізді, мұрныңызды және аузыңызды қажетсіз ұстамаңыз. Жөтелгенде аузыңызды білектің бүгілген бөлігімен немесе қағаз орамалмен жабыңыз. Және ең бастысы, сізде жоғары температура байқалса, немесе жөтеліңіз тұрақты болса, үйде қалуыңыз керек. Сонымен қатар, қазіргі уақытта біздің әлеуметтік қашықтық жөніндегі саясатта белгіленген талаптар мен ережелерді сақтауымыз керек. Яғни, біз адам көп жиналатын орындарға барудан бас тартамыз. Біз мүмкіндігінше аса қажетсіз бетпе-бет кездесулерден бас тартамыз, оның орнына Skype бағдарламалық жасақтамасын пайдаланамыз. Біз қашықтықтан жұмыс істеу саясатының талаптарына сәйкес мүмкіндігінше үйде қашықтықтан жұмыс істейміз. Біз бизнес үшін аса маңызды емес адам көп жиналатын орындарды жауып тастадық. Біз бетпе-бет жүздесуге тура келетін болса, бір-бірімізден 1 метр қашықтықты сақтаймыз. Қазіргі уақытта қол алысып амандасудан бас тарттық. Әрине, әлеуметтік қашықтықты сақтап үйде отыру оңайға түспейді. Бұл шара өміріміздегі үйреншікті нәрселерден бас тартуды талап етеді. Бірақ әлеуметтік қашықтық талаптарына түсіністік танытып, оларды орындай бастасақ, бұл саналы түрде жасаған әрекетіміз еліміздегі мыңдаған адамның өмірін сақтап қалады. Біз құтқаратын адамдардың арасында жақындарымыз, туысқандарымыз немесе достарымыз болуы мүмкін. Коронавирустан басқа біздің тағы бір жауымыз ол қорқыныш сезімі. Қорқыныш сезімі адам бойына үрей ұялатады. Қорқыныш бізді жағымсыз салдарларға душар ететін қауесет тарату немесе орын алған жағдайларда кінәлілерді іздеу секілді әрекеттерді жасауға мәжбүр етеді. Керісінше, осы сынаққа сабырлық танытып, қызу қарқынмен жұмысымызды жалғастыруымыз керек. Біз тек бірліктің арқасында ғана барлық қиындықтарды еңсере отырып, вирустың көзін жоя аламыз. Назарларыңызға рахмет. Thank you.